Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Күні кеше Ақиқатшыл Азаттық радиосы таң қаларлық мәлімет жариялады. Яғни Азаттық радиосының дерегінше, осыдан 2 ай бұрын ғана Қайрат Сатыбалды өзінің ағасы Нұрсұлтан Назарбаевқа өзінің иелігіндегі Үшқоңырда орналасқан резиденцияны сыйға тартқан. Бірақ бәріміз білеміз, Қайрат Сатыбалды 2022 жылы наурыз айында қамауға алынды. Қамауға алына салысымен оның бүкіл дүние мүліктері бұғатталды, яғни сотқа дейін ол жерде барлығы бұғатталып, барлығы биліктің, құзырлы органдардың қарауында болды. Кейін ол бірінші өзіне тиесілі мүліктерді, ақшаларды сыйақы ретінде мемлекетке қайтарды деп айтылды. Және Қазақтелекомдағы үлесін қайтарды делінді. Және ол 6 жылға сотталды. Қазір Өскеменде түрмеде отыр. Бірақ сол түрмеде отыр делінген, және оның бүкіл мүліктері тәркіленді делінген Қайрат Сатыбалды қалайша ол мынау бұрын уақыттарда емес, яғни ол қаңтар оқиғасына дейінгі жағдай емес, осы 2 ай бұрын ғана өзіне тиесілі мүлікті ағасына сыйға тартқан. Сонда қайда жаңа Қазақстан? Жаңағы сыйға тартқанды ол елбасы қорына сыйға тартқан, ал елбасы қорының жалғыз құрылтайшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі. Яғни бұл жерде ешқандай жаңа Қазақстан жоқ. Яғни Назарбаевтарға ешқандай қауіп төніп жатыр деген сөз, ол бос сөз. Ешқандай да олардың мүліктері алынбаған, керісінше бір-біріне сыйға беріп жатыр. Бұлай халықты алдауға бола ма? Бұлай жаңа Қазақстан құрыла ма? Әділетті Қазақстан құрыла ма? Тағы бір айтатынымыз, мынау мәжіліс депутаты Ермат Папи өткенде осы парламентте мәселе көтерді. Ол мынау Қайрат Шәріпбаев пен Дариға Назарбаеваның қызы. Яғни Дариға Назарбаеваның өгей қызы, Қайраттың өзінің қызы. Ол мұнай кен орындарына қарасты компанияға иелік еткен және активтерді сыртқа шетелге шығарған деп ол осы парламенттің төрінде айтты. Оны олар әрине Қорлан Шәріпбаева деген Қайрат Шәріпбаевтың қызы жоққа шығарып әлек болды. Бірақ енді бұл анық ақпарат деп отыр жаңағы депутат Ермат Папи. Демек, Назарбаевтарға да түк болмаған, Назарбаевтың күйеу балаларына да ештеңе болмаған, оның немере інілеріне де ештеңе болмаған, барлығы масайрап, өздерінің байлықтарын өздерінде бір-біріне сыйға тартып өмір сүріп жатыр. Ал ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаев 1 жылдың ішінде 1 миллиардқа байыған, яғни 1 миллиард теңгеге емес, 1 миллиард долларға байыған. Forbes-тың тізімінде ол жоғарылады. Яғни ешқандай да жаңа Қазақстан жоқ. Сол бұрынғы Назарбаевтар отбасы бүкіл байлықтарын сақтап қалды. Керісінше, олардың барлығының табанына тас қойып, бүкіл байлықтарын қайтарып, елдің несиесін бір рет кешіріп, мынау Қазақстан халықтық қорына басқаруға елдегі тәуелсіз азаматтарды, қоғам белсенділерін тартып, арнайы комиссия құрып, толық бақылауға алып, ол жердің ол қордың сайтын ашып, ол сайт арқылы бүкіл Қазақстан азаматтары бақылай алатын дәрежеге жеткізіп, осылай ашықтыққа бару керек. Бірақ көріп отырмыз, ескі сүрлеу, бұрынғы әдіс айла амал, бұрынғы билік пен қазіргі биліктер ауыз жаласқан, ешқандай да өзгеріс жоқ. Яғни Назарбаевтар бүкіл байлығын қолына ұстап қалды. Демек, олар осы байлықтарын қолдана отырып, алдағы уақытта билікке қайтып келуге талпынады деген сөз. Қайтып келуге олар күш салады деген сөз. Өйткені олардың қолында орасан зор қаражат бар. Яғни қаражаты бар адамдар билікке қайтып келгісі келеді, өсін алғысы келеді. Сондықтан қазіргі Тоқаев билігінің іс-әрекеті мүлдем түсініксіз. Назарбаевтардың талқанын шығарып, оларды түрмеге қамап, ақшасын қайтарудың орнына басынан сипап, оларды еркелетіп отырғаны мүлдем түсініксіз жағдай. Демек, елде ешқандай өзгеріс болмайды, халықтың көсегесі көгермейді. Сол баяғы есеге жегілген, пәтер ақысын төлеуге қиналған, қымбатшылықтың қамыты мойнынан түспеген Қазақстан халқы сол өмірін сүре береді, ал биліктегілер бір бөлек әлем, халық бір бөлек әлем. Демек, Қазақстанда өзгеріс жоқ. Яғни, саяси реформаның неге жасалмай отырғандығы барлығы түсінікті болды. Бүгінгі билікте ондай ниет, құлық, ой, пиғыл мүлдем жоқ екенін көрдік. Біз әрқашан шындықты айтамыз. Арнамызға жазылыңыздар, ардақты ағайын. Пікір жазыңыздар, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді қосыңыздар. Осы эфирді кеңінен таратыңыздар. Біз тек сіздерге арқа сүйейміз, және тек ақиқатты айтамыз.